20-30 жылдан кейін бізді не күтіп тұр? Жаһандану жағдайында болашағымыз қандай болмақ? Келешек көзге қандай болып елестейді? Оның жарқында сенімді болуы жаңа буын өкілдерінің қолында. Бүгінгі бағдарламада Фируза Шәріпова, Қазақстан боксының мақтанышы. Рингке өзі екі адам шығады. Сен және сенің қарсыласың. Ол жердегі тәртіптің өзі сондай. Не жеңесің, не жеңілесің. Бірақ сен жеңуің керек. Себебі сен чемпионсың. Бүкіл төккен маңдай теріңнің бәрі зая кетпеуі тиіс. Фируза Шәріпова Қазақстанның әйелдер боксы тарихындағы тұңғыш кәсіпқой боксшы. WIBA және WBO тұжырымдары бойынша жеңіл салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы. Әуесқой бокстан Қазақстан және Азия чемпионаттарының бірнеше дүркін жүлдегері. Бокс я попала случайно. Боксқа көршіміздің қалай жаттығатын көру үшін барып кездейсоқ болдым. Сөйтіп бокста қалып қойдым. Тіпті алғаш барған күнімді де ұмытқаным жоқ. 2007 жылдың 24 ақпаны күн жұма болатын. Содан дүйсенбіден бастап жаттығуға баратын болдым. Спорттың өміріме қалай еніп кеткен өзім де байқамай қалдым. Ата-анам естіп білген кезде қарсы болды. Были ужасно против, были постоянные скандалы. Родители переживали за мое будущее, потому что, ассоциируется бокс. Ата-анам менің болашағым үшін уайымдады. Қыздың боксқа әуес болғаны қауіпті емес пе? Не керегі бар? Қыз бала үйде отыруы, үй шаруасымен айналысу керек дегендей. Ал мен спортқа, боксқа баруымды жалғастыра бердім. Отбасымызда басқа спортшы жоқ, жалғыз мен ғана. Осылайша менің таңдауыма ұзақ уақыт бойы қарсы болып келді. Бірақ олардың бәрі қазір мені толығымен қолдайды. Они полностью поддерживают меня. Любительский бокс от профессионального. Кәсіби бокстың әуесқой бокстан айырмашылығы көп. Кәсіби бокстағы жекпе-жек 30-35 минутқа созылады. Ал әуесқой бокста небәрі 11 минут. В любительском боксе 11 минут. Кәсіпқой бокста біз шлемсіз 8 унциялы қолғаптармен жұдырықтасамыз. Қолғаптар өте жұқа. Әрбір соққың тура бір жалаңаш қолмен ұрғандай әсер береді. Любительский бокс, там команда целая, 10 человек. Әуесқой бокста бүтін бір команда болып жүресің. 10 адам, оның бірінші, екінші, үшінші нөмірлері болады. Ал кәсіпқой бокста бір ғана адам және оның командасы жұмыс істейді. Мәселен, менің жеке дәрігерім, диетологым, жаттықтырушым бар. Тағы сол сияқты бәрі бір спортшыға жеке тағайындалады. Менің ештеңеге мұқтаж болмауым үшін барлық жағдай жасалған. Создали такие условия, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я дебютировала. 2016 жылдың 21 мамырында кәсіпқой рингке алғаш рет шықтым. Ертесіне маған бірлесіп жұмыс істеу мақсатында Сергей Константиновичпен келісімшартқа отыруға ұсыныс жасалды. Мен келісімшартты қабылдадым. Қазір Мәскеуде жаттығып жатырмын. В профессиональном боксе есть. Кәсіпқой бокста бірнеше титул бар. Әйелдер боксында мұндай басты титулдардың саны 5. WBC, WBO, ABO және VIBA. Бұлардың біреуі менде бар. Әлі 4-еуін жеңіп алуым керек. Сонда абсолюттік әлем чемпионы болам. Менің өмірлік мақсатым кәсіпқой бокс бойынша Қазақстаннан шыққан абсолюттік әлем чемпионы болу. Чемпионка мира по профессиональному боксу из Казахстана. Самое главное подготовки. Жекпе-жекке дайындық барысындағы ең басты нәрсе режимді сақтау және жаттықтырушы нұсқауларына құлақ асу. Себебі бір нәрсенің шалыс кетуінен, мысалы дұрыс тамақтанбаса немесе ұйқы бұзылса, спортшы қалпына келе алмайды. Нәтижесінде оның бүкіл еңбегі зая кетеді. Бізде жұмылған жұдырықтай бір команда жұмыс істейді. Әркімнің өзінің атқаратын рөлі бар. Не жалея себя. Әркім аянып қалмастан өз жұмысын жасайды. Мен де солай. Тер төгіп еңбек етем. Өз жұмысымды, кәсібімді сүйем. Еңбегім еш кеткен жоқ. Мои старания не прошли даром. Қысқа мерзім ішінде Қазақстаннан шыққан тұңғыш әлем чемпионына айналдым. Ары қарай көбірек жетістіктерге жеткім келеді.
Я просыпаюсь, иду. Ұйқымнан тұра салып бірден таразыға тұрам. Істеген ісімнің бәрін суретке түсіріп, диетологқа жіберіп отырам. Ары қарай жаттығуға барам. Жаттығудан кейін қалпыма келу үшін спорттық медицина орталығына кірем. Түске қарай түскі асымды ішем. Тамағымның бәрі граммда өлшенген, бәрі кесте бойынша. Тамақтанғаннан кейін 1,5-2 сағат тынығу уақыты белгіленген. Кейін кешкі жаттығу басталады. Кеште үйде болам, өз шаруаларыммен айналсам. Кейде өзім тұратын Мәскеудің орталығымен серуендеуге шығам. Жақын жерде Мәскеу өзені ағып жатыр. Жағалаумен жүріп серуендеймін. Күндерім осылай өтуде. Вот, ну так дни проходят. Бой. Әлем чемпионы атағы бәске тігілген кездесу 26 тамыз күні Астанадағы Экспо 2017 көрмесінің шеңберінде болды. Жекпе-жек өз отанымда өткізіліп отырғандықтан рингке шыққанда қатты қобалжыдым. Ең алдымен, маған сенім артқан командамды ұятқа қалдырғым келмеді. На подготовке у меня были срывы. Дайындық кезінде моральдық күйзелістер де болады. Спаррингтер барысында қиналғаным соншалық жылап талатынмын. Такой стресс был и давление такое. Когда гонг прозвенел, последний 10-м раунде, Соңғы 10-шы раундтың даблы соғылған кезде мен қатты айқайлап жібердім. Осы менің жан айқайым шығар. Бітті ау бәрі. Өзімнің жеңіске жеткенімді сезіндім. Бірақ айналада болып жатқанның бәрі мен үшін маңызды сияқты көрінді. Өте қуанышты көңіл күйде болдым. Жеңімпаз деп қолыңды көтеріп, еліңнің жалауы желбіреп жатқанда, осы үшін тер төгуге тұратынын түсінесің. флаг это стоило того. Единогласным решением судей одержала победу и завоевала звание чемпионки мира в легком весе по версиям WIBA и WBO. Фируза Шарипова! Я очень отношусь к этому с гордостью. Мне очень приятно, что играет гимн. Мен бұл жеңісімді мақтан етем. Қазақстанның әнұраны ойнап туымыздың көкке көтерілгенін көру мен үшін үлкен қуаныш. Тек жоғары деңгейден көрініп, еліміздің атын әйгілеткім келеді. Осы мақсатыма жету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Арена. То, что бой будет проходить у меня на родине, это, с одной стороны, очень облегчает. Келесі жекпе-жек Алматыдағы 12 000 көрерменге арналған Алматы аренада өтеді. Бұл кездесу өз отанымда өтетіні моральдық тұрғыдан жеңіл. Туған жердің топырағы күш-қуат береді. Екінші жағына халқымды, командамды ұятқа қалдырмасам деген ойда бар. Қалай десек те жақсы дайындықпен шыңдалып баруым керек. Это очень серьезный настрой, очень серьезная подготовка. Следующий бой будет намного... Алдымыздағы жекпе-жек өткендегіден әлдеқайда қиын болайын деп тұр. Қарсыласымда мықты, берілетін атақ та жоғары. Кәсіби спортта жеңіс ешқашан жеңіс жолмен келмейді. Легко не бывает. Осенью мы с менеджером летали в Монако. Биыл күзде менеджеріммен бірге Монакоға барып қайттым. Онда әлемдік телевидениелердің халықаралық көрмесі болды. Менің алдағы жекпе-жектерімнің таралымы туралы келіссөздер жүргіздік. Жекпе-жек әлемнің барлық құрлықтарында 50-ден астам телеарнадан көрсетілетін болады. В континентах мира. Обсуждали Тақтар ойыны сериалына түсу ұсыныстарын талқыладық. столов. У меня профессиональная карьера на первом месте. Мен үшін кәсіби мансабым бірінші орында. Түсірілімдердің, жекпе-жектерімнің қашан болатын қарап шығып, осыған байланысты шешім қабылдаймыз. Будем принимать решения. На боксе Бәрі бокспен ғана шектеліп қалмайды. Адам өзін әртүрлі бағыттарда дамыта білуі керек деп ойлаймын. Өзімді актриса ретінде неге сынап көрмеске? получится. Фируза Шарипова! Казахстан!
Вы знаете, как я Әлем чемпионы атанып кәсіби боксқа өткеннен кейін менің өмірім қатты өзгерді. Бұрынғыдан да танымал бола бастадым. Маған бұл ұнайды. стала более такой популярной. Мне это очень приятно. Бұрын достарым деп санайтын көп адам менен теріс айналып кетті. Әлем чемпионы болды, өмірі өзгерді дейтін шығар. Өмірімнің өзгергені рас. Туыстарыммен, достарыммен араласуым сиреді. Себебі бүкіл уақытым жаттығумен кетеді. Сондықтан көп адам мені өзгеріп кетті, жұлдыз болып дандайсып кетті деп санайды. Бірақ мен өзімнің қайдан шыққанымды, жетістікке қалай жеткенімді ұмытқаным жоқ. Как я добивалась этого. Я очень редко бываю дома. Үйде Қазақстанда өте сирек болам. Бірақ өз еліме келген кезде туған жерге аяқ басқан сәттен бастап бойымды, жанымды тыныштық билейді. Үйге келгеніме өте қуанам, риза болам. Соңғы рет Қазақстанда осы жылы күзде қазақша күреске құрметті қонақ ретінде шақырылған кезде болдым. Часто вспоминаю о своем городе. Тарас — это мой родной. Өзімнің сүйікті туған қалам Таразды жиі еске алам. Көзіме жас та келіп тұр. Өз қаламды қатты сағынам. Достарым Мәскеуде жүрсін ғой, бәрі күшті, көңілді шығар дейді. Жоқ, шын мәнінде мен Таразды қатты сағынам. Қандай шағым болса да ол өте жайлы. Мен үшін ыстық қала. Анам да сонда. Он очень уютный, очень теплый. Там тепло-то моя мама. Ол әлі де соны жақсы көретін шығар. Иә, сән салтанатты көйлек кигенді қалайды. Иә, бұрын үнді фильмдерін жақсы көретінмін. Киген ұзын белдемшелерін, мен анамның туфлиін киіп алатынмын. Қағаздан ұзартып шаш жасайтын едім. Шашымның ұзын болғанын армандайтынмын. Многие говорят: ой, ну ты же боксер, там ты... Көп адам маған сен боксшысың ғой, темір дейсің, немесе тағы сол сияқты әңгімелер айтады. Жоқ, боксшы болғаныма қарамастан менің жаным нәзік. Кәсіби боксшы болсам да қыз баламын. Несмотря на то, что я профессиональный боксер. Мне очень нравится. Қыз болып туғаныма қуанам. Жаттығуларыма, мақсатыма, жоспарларыма бар зейінімді салам. Ал залдан шыққаннан кейін мен де құрбыларым секілді қамқорлықты қалайтын нәзік, жай қарапайым қыз болғым келеді. Хочется нежности, охота быть просто, беззащитной, можно так сказать. Любая девушка любит шопинг. Кез келген қыз бала дүкен аралағанды жақсы көреді. Өзімде бос уақыт үнемі бола бермейді. Ал қолым босай қалса, дүкен аралауға шығам. Бұл мен үшін демалудың бір түрі. Кітап оқығанды, музыка тыңдағанды ұнатам. Ән айтқанды жаным сүйет. Даусым оншалықты тамаша дей алмайым. Әйтсе де өзім үшін жиі ән салам. Для себя я пою часто. Не целовал бы тебя, и звездное небо я, боль и печаль, тоску, все на себя приму. В 2017 году 2017 жылы Қазақстанда ФСК Промоушен промотерлік компаниясын аштық. Сол арқылы еліміздегі боксшыларды халықаралық аренаға шығарғымыз келеді. Себебі кәсіпқой боксшылардың көбі шетел асуда. Шындығына келгенде бұған менің көңілім толмайды. Себебі Қазақстандағы әуесқой бокстың деңгейі ең мықтылардың санатында. Чемпионами мира. Скорее всего. Жаңа жылдан бастап 7 кәсіпқой боксшыны ілгері алып жүруді жоспарлап отырмыз. Алдағы жылдардан олардан әлем чемпиондарын шығарғымыз келеді. Бұл көбіне қыз балалар болатын шығар, себебі ерлердің кәсіби спортына қарағанда әйелдер боксындағы бәсекелестік әлдеқайда азырақ. Кәсіби мансабымды аяқтағаннан кейін бүкіл шеберлігімді менен кейін еліміздің намысын қорғайтын жаңа буынға үйреткім келеді. Бірақ жаттықтырушының жұмысы өте ауыр. Өзімді мен өзге саладан көбірек көрем. 1-2 жыл демалам деп ойлайым. Жеке өміріме, отбасыма уақытымды арнайым. Ары қарай не болатынын алдын ала болжағым келмейді. Ең бастысы, өзімнің алға қойған мақсаттарыма қол жеткізсем деймін. Потом время покажет. Кәсіпқой бокста абсолюттік әлем чемпионы титулын алу үшін Фируза Шәріпова бір қатар жеңістерге жетуі тиіс. Оның рингтегі келесі кездесуі Питбуль деген лақабатпен белгілі бельгиялық боксшы Джемила Гонтарюкпен болмақ. Жеңіске жеткен жағдайда қазақстандық спортшы өзінің алдына қойған мақсатына тағы бір қадам жақындай түседі.